бір ғана мұғалімге айтып жатқан жоқпын. Осы группада қаншама мұғалім отыр, мысалы. Ата-ананың жартысы мұғалім ғой. Осы білім лентпен, зуммен сабақ өтем деп баланы жындығып қоймасаңыздар болғаны бар ғой сіздер. Кәдімгідей көзі аларып, мен үш алып қалдым. Қаншама уақыт отырдым, мама қиын екен деп көзі ағып жылап отыр, оқи алмайын деп жүрегі тарсылдап. Баламды жындығылайын дедіңдер ма жоқ әлде? Өкімет айтып жатыр деп. Ауру, мына ауру қашан келеді, ауру кеп қалмаса екен деп дірілдеп отқан кезде үйде отырып ана телефонға шұқшитып жындығып бітірейін деген шығарсыздар мүмкін. Неге WhatsApp арқылы сабақ өтпейміз, неге былтырғыдай сабақ өтпейміз біз? Айтсаңыздар түсінетінді да, өкіметтің де басында ми бартынды да, біз шетел сияқты дамыған жоқпыз ғой, кішкентай кезімізден компьютердің алдында отырып үйренбегенбіз ғой. Организм вообще үйренбеген ғой оған. Шамалы бір құлақ қақсаңдаршы, адам тыңдасаңдаршы, мұғалімдер адамды. Қандай адамсыңдар, орнымыздан тұрамыз ба, тұрмаймыз ба? Шегеленіп қалдық қой біратыла желге. Вообще тұрамай қалдық қой орнымыздан. Анамен оқу керек, сабақта мынамен оқу керек деп, дені сау бала керек маған, мүгіре бала емес. Вообще оқымайды, вообще мүлдем қатыстырмаймын сабаққа. Шапсаң кеп мені шауып ал, өкіметің келе ма, басқан келе ма?